Риддерде Граматуха таулы өзенінде 14 жастағы қыз ата-анасымен және туристар тобымен бірге жаяу жорыққа аттанып көз жұмды. Оқиға риддерліктерді немқұрайлы қалдырмады. Ал төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасының қызметкерлері кезекті рет қала тұрғындары мен қонақтарына жүгінуде. Қалалық төтенше жағдай басқармасында 4 тамыздағы қайғылы оқиға жайлы айтып берді. Демалыс күні 20 адамнан құрылған туристар тобы Граматухаға түсетін сарқырамасына аттанған. Тау су арқылы өткен кезде қыз тастан тайып құлаған және оны қатты ағым алып кеткен. Іздестіру құтқару жұмыстарына дабыл қоңырауы бойынша СПЧ-1-дің және полиция бөлімінің 15 қызметкерлері шатқалға жіберілген. 4 августа 2024 года 4 тамыз 2024 жылы Риддер қаласының өртке қарсы қызметінің СПЧ-1 бөлімінің байланыс пультына Граматуха шатқалындағы сарқырамасына барған топтың бір мүшесі қоңырау шалды. Қателеспесем, қоңырау 14:45-те шалынды. Оған дейін ол ЛКГС компаниясының бас су құбырына байланыс ұстайтын жерге дейін жүргенін айта кету керек. Ал оқиға 12:30-да орын алған. Бір топ адамдар Граматуха шатқалындағы сарқырамасының тұсында суретке түспек болып, өзеннен өте бастаған. Екеуін су ағынымен әкеткен, ересек әйел ағыннан шыққан, ал қызды қатты ағын алып кеткен. Жарты сағат ішінде жеке құрам жиналып, оқиға орнына аттанды. Тек сағат 18:00-де денесі табылды. Құлаған жері ағыннан төмен 600 метр. Ағын қатты болғандықтан денесін 1,5 сағаттай шығардық. Әрі қарай полиция өз жұмысын атқарды. Төтенше жағдай желісі жөніндегі мамандарға жоғалған адамдарды іздеуге, таулы аймақта да, су қоймасында да жәбірленушілерге шұғыл жәрдем көрсетуге және эвакуациялауға жиі асығуға тура келеді. Восточный Казахстан, в частности, Риддер, очень богат красотами. Шығыс Қазақстан, оның ішінде Риддер табиғатының әсемдігімен баурайтыны рас. Сол себепті де көпшілігі арнайы дайындықсыз сол табиғатты көруге шығады, келеді. Жай демалыстың соңы қайғыға әкелуі әбден мүмкін. Биыл бізде дайындалған адамдар тобындағы турист қыз жорыққа шыққан кезде аяғын қайырып алып, ары қарайғы жүруі қиындап, бізге оны эвакуациялауға тура келген оқиға орын алды. Дәл сондай жағдай Қатон-Қарағай ауданында да болған. Мұзтаудың бөктерінде орын алған. Зырян ауданында мотоциклистерді жоғалтқан. Тұман түскен кезде ең шыңына таяғанда тіпті бағдарды білетін адамдар жоғалып, оларды іздестірген. Табиғат қателікті кешірмейді. Аяқ астылық, экстремалды жағдайларға дайын болу қажет. Экстремалды жағдайлар қысқа жорықтың кез келген кезеңінде туындауы мүмкін. Бұл орайда әсіресе тік беткейлі, жағалаулы, қатты ағынды, мұзды сулы тау өзендер де қауіпті. Және біздің таулы Граматуха өзенімізде әрі әдемі, әрі қауіпті. В течение 5 лет были и переломы, и гибель. 5 жылда қаншама сынықтар да, міне өлім де орын алып жатыр. Граматуха өзені таулы, суық және арнасы өзгермелі өзен. 1 ай немесе 1 жылдан соң арнасы өзгеріп кетеді. Қатты жауын шашын кезінде беткейлерден су көп ағуы мүмкін. Өзеннен өту өте қауіпті. Тек қала ішінде ағыны төмен жерде біраз тастан өтуге болады. Жалпы суды білмей оған бармаған жөн. Мен жалпы осындай қауіпті жерге бармауға кеңес берер едім. Тіпті бір күндік саяхатқа да негізделе дайындалған қажет. Тек қажетті азық-түліктерді және заттарды ғана емес, минималды қауіпсіздік жинағын да алу керек. Сонымен қоса, құтқарушылар назар аударатын табиғаттағы қарапайым, алайда маңызды ережелерді сақтаған жөн. Находясь в лесу, нужно с собой иметь минимальный. Орманға барғанда өзіңмен бірге қажетті құралдарды, пышақ, сіріңке, қуаттағыш, телефон алу керек міндетті түрде. Киім бүкіл денені жабатындай болу керек. Ормандағы аң, шуды естісе кетіп қалады. Тек көзбе-көз жүздескенде ғана экстремалды жағдайда әрекет ете бастайды. Балаларды да, ересектерді де табиғатта жүргенде көзден алшақтатпаған дұрыс. Ең аз деген талаптар осы. Риддер жылдан жылға көп туристердің назарларын баурап жатқандықтан жаңа туристік бағдарлар да пайда болуда. Төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасымен қосымша қауіпсіздік шаралары қабылдануда. 101 нөміріне жоспарланған жорық пен нақты бағдар жайында адамдардың саны мен аттану және қайту күні туралы хабарлау тәжірибесі ендірілген. Сейчас в практику
в городе Риддер. Қазір Риддер қаласының тәжірибесіне ендіріп жатырмыз. Журнал бар, 101-ге хабарлассаңыз, кәсіби гидтар бар. Тек баратын адамдардың санын, дайындық деңгейін, бағдарды және қайтар уақытты шамалап айтасыз. Қайтып келгенде оның барлығын белгілеп қоямыз. Қала тұрғындарына абай болуға және жалпы табиғатқа жорыққа гидтарсыз бармауға кеңес беремін. Өткен жылдан бері судағы саяхат бойынша бұйрық бар. Ол норманы білетіндер бар, хабарлап отырады, міндетті түрде. Жаяу барушылар саны артқан соң, біз оларды да арнайы белгілеуді шештік. Өмірге тәуекелге қатыстының барлығын бізге хабарлауға кеңес береміз.